Алдымен ашуыңды басып кел, сосын менің кабинетіме кіресің. Менің кабинетім? Солай ма? Иә, солай менің кабинетім. Сен өзің бас тарттың ғой? Мен қайтып келдім, шығарам ана жұмыстан. Неге шығарам? Себебі бар ма? Саған ұнамаған үшін. Кешір, мен адамдарды жұмыстан олай шығара алмайды. Толқын, сен неге түсінбейсің? Ол нағыз алаяқтың өзі. Мұхит бәрімізді құртып. Мен оған еш жамандық істемедім. Ол да маған ештеңе істемеді. Біз жай ғана әріптеспіз. Жауласатын болсаңдар, жұмыста біз уақытта жауласыңдар. Араларындағы іске жұмысты да мені де қатыстырмау керек. Осыған өзің келістір. Толқын, сен оны білмейсің. Айтқандыда да жұмыстан шығар. Оның қолына маңызды құжаттарды сен тапсыруға болмайды. Басқа айтарың бар ма? Мен жұмыс істеймін. Саған өзім көмектесемін. Енді анауын бағында компаниядан көрмейтін болған. Жоқ, олай істей алмаймын. Онда мен де қайтып келмеймін. Өзің? Сол керек, Сақынәли. Ал? Енді не істейсің? Осы ма саған керек? Ойлан. Жезден? Сізге не болып қалды? Жезден деме маған. Не қалды сізге, жезден? Жезден емеспін. Ешкім емеспін. Жоқ. Бұл үйде де, өмірде де, кеңседе де жоқ адам. Тағы да Толқын әкемен ұрысып қалғансыз ба? Мен онымен сөйлесемін. Уәде беремін. Екінші Толқын әкемен ренжіспейсіздер. Толқын әкем де сізбен ұрысқан кезде жылай беретін. Оған ренжімеңізші. Тату болыңыздаршы. Кешірші biraz. Мен ашуланып. Кешір. Ештеңе етпейді. Жезден, сіз боссыз ба? Жаға қашан барамыз? Барамыз. Міндетті түрде барамыз. Рахмет сізге, жезден. Жезден дейсің бе? Мына құжаттар мына қағазбен бірге жүреді, солай ма? Иә, дәл солай. Тез жақта болсын ғой деймін. Ал мына құжаттар жеке дара жүрмейді. Әрине. Осы қағаздарға мына құжаттарды қоссақ, толық болады. Кейін келісімшартқа отырған соң бекітілген сызба ауысылады. Қазір 1 минут. Иә. Салтанат апай, сәлеметсіз бе? Толқын, қалың қалай? Жұмыстасың ба? Иә, не болып қалды? Саған маңызды ақпарат айтуым керек. Айта беріңіз.